Кайырлуу күн достар. Бүгүн биз сиздер менен 3 минутта дайындалатын пицца жасайбыз. Өтө тез дайындалады, әрі өтө дәмді болуп чыгады. Видеону соңуна чейин караңыздар. Ол үчүн бизге помидор, колбаса, сыр, кетчуп, каалооларыңызча укроп, майонез және биздин лаваш кажет болот. Кажетті ингредиенттеримизди өз каалооларыңызча турайсыздар. Сырымызды теркадан өткіземіз. Мен осындай табада пісіретін боламын. Әр лавашымды осы табаның размерімен кесіп алдым. Бірінші лавашымызға өкүштен өткізілген сырымызды сеуіп шығамыз. Және де достар, әр лаваштың арасына кетчуп жағып шықсаңыздар да болады. Бірақ мен оны жақпадым. Үшінші қатар лавашымызды қойып, майонез, кетчупымызды жағып шығамыз. Және де достар, лаваштан неше түрлі тағамдарды дайындауға болады. Алдағы уақытта мен сіздермен бөлісетін боламын. Колбасамызды қойып шығамыз, помидорымызды қойып шығамыз. Және де кукуруз, фарш, болгарский перец қоссаңыздар да әдемі дәмді болып шығады. Бетіне сырымызды сеуіп шығамыз. Әсемдік үшін укроп қосып шықтым. Менде кептірілген укроп. Дайын болған пиццамызды духовкада 180 градуста 3-4 минут пісіріп аламыз. Міне достар, 3 минуттың ішінде осындай дәмді керемет пиццамызды дайындап шықтық. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын, ас болсын.